Бір күні алдар өзен жағасында келе жатып, балықшыны кездестіреді. «Ей, балықшы, нені уайымдап отырсың?» деп сұрайды. «Әйелім ұл туды» деп күрсініп балықшы жауап береді. «Қуанбайсың ба?» деп таңданады алдар көсе. «Қуанып тұрмын. Бірақ әйелім тойға сазан ұстап әкел деген еді. Сазан үлкен болса, ұлымның бақыты да сондай болады» деді, деп балықшы жауап береді. «Онда неге оны ауламай отырсың?» деп сұрайды алдар көсе. «Аулап едім ғой», деп жауап берді балықшы. «Онда балығың қайда кетті?» деп алдар жан-жағына қарады. «Өзеннің жанынан бай өтіп бара жатып, менің сазанымды көріп, қарыз есебіне деп аузымнан жырып әкетті. Енді үйге қай бетімен барам?» деді ол жыламсырап. «Бай қашан келіп еді?» деп сұрайды алдар. «Міне жаңа ғана. Әне, жолда кетіп бара жатыр» деп байды көрсетеді. «Қайғырма, балығыңды қайтарып берем. Балаңның бақыты да мол болады» деп алдар көсе уәде береді. Алдар байдың артынан қуа жөнелді. Жол жөнекей қой бағып жүрген таныс қойшыларды көріп: «Сәлем, жігіттер! Маған ақ, қара және қоңыр қойдың жүнін берсеңдер» деп сұрайды олардан. Қойшылар алдар көсенің тағы бір қулықты жүзеге асырмақ болғанын түсініп, күліп тұр. Сұрағанын беріп қоштасады. Алдар көсе байдан осып кетіп, қара қойдың жүнін басына жапсырып алды. Лезде қара шашты болып, танымастай өзгеріп, байдың алдынан шығып: «Ассалаумағалейкум, құрметті бай!» деп алдар көсе амандасады. «Анау жыланды қайда алып барасың?» дейді. «Көзің дұрыс көрмей мені? Бұл сазан ғой, балық!» деп таңданды бай. «Мен жылан көріп тұрмын. Ал сен өзің біл!» деді алдар. Бай таңданып, әрі қарай жүріп кетті. Алдар көсе қайта осып кетіп, кемпір болып киініп, байдың алдынан шығады. «Ей, жыланды қайда алып бара жатырсың?» деді кемпірге айналған алдар. «Бұл сазан балық. Көзіңді ашып дұрыстап қарасай» деді бай. Ал кемпір: «Байқа, балам, жылан шағып алмасын» дейді. Бай тіптен таңданып, әрі қарай жүріп кетті. Алдар көсе жүгіріп байдың алдынан тағы өтіп кетеді. Енді ақсақал болып киініп алып: «Ей, бай, саған жыланның керегі не? Лақтырып таста» деп ақыл айтады. «Бұл балық» деп айғайлайды бай. «Сорлы, көрмей тұрсың ба? Сенің қолыңдағы жылан ол» дейді қарт. Бай тоқтап: «Қолымдағы балық емес, жылан деген бүгінге сен үшінші адамсың. Не болып жатыр осы?» дейді. Қарт оған: «Бұл сиқыршы жылан. Сен оны балық екен десін деп көзіңді дуалап тастаған. Оған керегі тек сені жеп қою» деп жауап қатады қу алдар. «Оны үйіңе әкелсең, бірден жыланға айналады да, сенмен қоса отбасыңды да жұтып қояды. Үлкенін қараш, адам түгіл сиырды да жеңіл жұтады» деді алдар. «Енді не істейін?» деп сорлыбай айғай салды. «Сен оны лақтырып жібер де, үйіңе артқа қарамай сыта жөнел. Егер тоқтап артыңа қарайтын болсаң, бірден өлесің де қаласың» деді қарт. Қорқып кеткен бай сазанды тастай салып артына қарамастан үйіне қарай жүгірді.
Алдар көсе сазанды алып балықшыға қайтарып әкелді. Үлкен сазанды көріп, балықшы сондай қуанды. Алдарға алғысын айтып, үйіне шақырып, құрметті қонақ етіп күтті. Баланың дүниеге келгеніне үлкен той жасап, дастархан жайып қонақ шақырды. Сөйтіп, қараңғы кешке дейін шаттанып көңілденді. Дастархан басында алдар көсе жұртқа жылан балық туралы әңгімесін айтып, бәрін бір күлдірді.